Жүру жағдайым төмендеп қалып еді, лестницалардан көтеріле алмайтын едім, аяқтарым бастырмай қалып еді. Онда остеоартрозбен келіп еді, тізесінде аурулар бар еді, екі аяғында да. Жүрегі қиынлау еді. Мына белгісі де бар еді. Белімде де бар еді, жүре алмай қалып еді. Белінде грыжасы бар еді. Екеуін қосып мінекей біздің клиникада 10 күн дауамында емленіп, бүгін мінекей жақсы болып үйіне шығып бара жатыр. Келгендегі жағдайлары белінде ауру, аяқтарында ауру, жүрген уақыттары қатты қиналатын еді. Мына текшеде мінгенде қиналатын еді. Мінекей қазір мінекей біздердің 10 күндік емдеу нәтижемізде мінекей өзі жақсы болып бүгін қуанып үйіне қайтып бара жатыр. Енді басынан кешіргендерін апамыздың өзі айтып береді мінекей. Аяғым, белім ауырып жүре алмай келіп едім. Мына Мұрат Бектұрсенов докторымыз рахмет, жақсы лечениелерді берді. Оның дауамында алдым, кейін де плазма салып жатыр жеріме, плазмаларымды алып болдым. Рахмет, ертең көріне берсін. Жүру жағдайым төмендеп қалып еді, лестницалардан көтеріле алмайтын едім, аяқтарым бастырмай қалып еді. Енді шүкір мен әзір жақсы болып шығып жатырмын. Емімді алдым, ем берді, жақсы. Мұрат Бектұрсеновқа рахмет. Көп адамдар сол аяқтан жүре алмай, белден жүре алмай атқан ауруларға айтарым осы: Мұрат Бектұрсеновқа келіп көрініп, совет алып, лечениелерін алса жақсы болып кететініне ұқсап.